Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерменен дайындалу жолы өте қарапайым, дәмді болып шығатын француз тағамы бризоль дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: фарш, пияз, сарымсақ, көз мөлшермен тұз, ұнтақталған қара бұрыш. Пиязды және сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Аталған заттарды барлығын жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Фаршымызды жақсылап араластырып болған соң, осындай домалақ пішінді формалар жасап шығамыз. Және де бізге жұмыртқа қажет болады. Көлеміне қарай қосасыздар. Менде үлкендеу жұмыртқа болғандықтан жарты жұмыртқадан қостым. Тұз салып, араластырып, осылай бір табаққа құямыз. Кейін фаршымызды осылай жаюға кірісеміз. Яғни пищевая пленканың көмегімен жайсаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан осылай қолмен оны араластыра отырып жайдым. Жайылған фаршымызды осылай жұмыртқаның бетіне саламыз. Және де қызып тұрған табадағы майымызға салып, екі шетін қызартып, қуырып аламыз. Дайын болған бризольдарымызды жай ғана орай салмай, майонез бен кетчупты араластырып, осылай бетіне жағып аламыз. Мен қиярды және помидорды ұзыншақ, яғни соломка етіп турап алып, бризольдің арасына салып, орап шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Осындай тәсілмен жасасаңыздар өте дәмді болады. Бризолімізді орап алып, бетін майонезбен және де кетчуппен осылай әсемдеп шығамыз. Бризоліміз дайын болды. Кез келген гарнирмен ұсына берсеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта менің шығатын жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бүгінге осы, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.